Deyip сәлемімді беруді жөн көріп тұрмын ағайын. Құрмет қошемет болсын ағайын. Кезекті берейік ағайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне бесікте баланың барлық құрал жабдықтары бар. Яғни міне жастығы, қазіргі заманымызға сай етіп жасалған бесігіміз ортамызда. Яғни марленді бесікке жатқызбас бұрын қазақ халқымыз, құрметті ағайын, ырымға, жөн жоралғыға бай халықпыз. Баламыздың ұйқысы тыныш болсын, түнде шошып оянбасын деп ниет етіп, ең әуелі бесікті аластап, тазалап алған ағайын. Қазір сіздерге мен сол дәстүрді көрсетейін ортамызда. Қазақ халқымыздың емдік шөбі адыраспанмен аластайды. Қанекей міне, алас, баладан алас, иесі келді, киесі көш. Алас, бәледен алас, көзі жаманның көзінен алас, тілі жаманның тілінен алас, 30 омыртқасынан алас, 40 қабырғасынан алас. Аласы, келді міне баласы. Міне, құрметті ағайын, бесігімізді аластап тазалап алдық. Келесі кезекте, құрметті көпшілік, біз қазақ халқы атқа мінген халықпыз. Ешкі басына үкісін тағып қоямыз міне. Көрген, көпті білген, жас та болса, бас адамдарға табыстаған бесікке бөлейік ағайын. Енді бесікті кәнекей. Оң ба? Тұштырма дәстүрін жасайды апаларымыз. Түбектен тәттілерді өткіземіз, тұштыма деп сұраймыз сіздерден. Сіздер болса тұшты деп жауап беріңіздер қанекей. Көрсетіп ортада баламызды бесікке бөлеп жатыр құрметті ағайын. Барша айтқан ақ тілегіңіз қабыл болсын апа. Дастархан жабылады бесікке, берекелі болсын. Жай намаз жабылады бесіктің үстіне. Жіпке тізіп берейін, ұйқың тыныш болсын балапаным. Ұйықта.